Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен сан есім туралы үйренетін боламыз. Яғни the numeral. Видео көрмей тұрып, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Сан есім, яғни the numeral, заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Яғни қанша, неше деген сұрақтар жауап береді. How many? Қанша, неше деген аудармамен аударылады. Which? Нешінші, қаншасыншы деген сұрақтарға жауап береді екен, Яғни numeral осы сұрақтарға жауап береді. Сан есім. Сан есімнің екі түрі бар ағылшын тілінде: cardinal numeral and ordinal numeral. Cardinal есептік, ordinal реттік сан есімдер. Қазақ тілінде де білеміз, ол есептік сан есімдер қанша деген сұраққа жауап береді. How many? Қанша? One, бір. Неше? Бір. Қанша? Екі. Two. Қанша? Үш. Three. Қанша? 11. 10. 11. 90. 90. 200. 200. Яғни қанша деген сұраққа жауап береді. Миллион деп. Миллион жарым, 102 деген сияқты. Қанша деген сұраққа cardinal сан есім жауап береді екен. Кардиналдың, яғни есептіктің есептеп береді. Мынанша. Болды. Ал ordinal which деген сұраққа жауап береді. Нешінші, қаншасыншы деген сұрақтар жауап береді. The first, бірінші. Second, екінші. Third, үшінші. The hundredth, жүзінші. The 11th, 11-ші деп кете береді. Яғни нешінші. Сен бүгін сабақты нешінші болып айтасың? Мен бүгін сабақты екінші айтамын, немесе бірінші айтамын деген сияқты. Ол олимпиада нешінші орын алды? Үшінші орын алды. The third, үшінші. Осақ. Яғни сан есімнің екі түрі бар: cardinal және ordinal, есептік, реттік сан есімдер. ОБТ-да келеді. Бұл сұрақтар міндетті түрде жаттап алыңыздар. Достар, алдағы уақытта ағылшын тіліне деген қызығушылықтарыңыз болса, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Себебі ағылшын тілін үйренетін қызықты әрі оңай лайфхактармен бөлісетін боламын. Оқыңыздар, оқыған озады, білімдеріңіз арта берсін. Келесі кездескенше.